білдіреді. Жалғастырамыз. Ортада Алматы энергетика және байланысты университеті АОС құрамасы Алматы. Құрметті достар, қазіргі кезде той алдында жігіттер өздері жиналып, отырыс жасау сәнге айналған. Сондай бір отырыс келесі күні. Мә, кеше үйге қайт кеткеніміз дұрыс болды, Нұреке, бүгін той рахатты. Күшті билейді. Билейміз. Қалай мен киім қалай болып тұр? Мына шалбарды қайдан алдың? Шалбар ең басында алғанда сәл дәу болды. Осы белін қысқарттым, санын қысқарттым, сәл десін қысқарттым, балағын қысқарттым. Ола бір размер кішісін ала салмады. Сөйту керек. Балдар дайын шығар, үйге кірек. Ойбай. Мына жақтан немене ат қора болып жатыр ғой мына жақ. Ойбай. Мына жақта ат қора емес, мыналар картоп жарған сияқты ғой Сондай сияқты, Нұреке, мынау түсін бә, Рысбек Аташ па? Мен ғой Рысбек Аташ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Пальтомен болғасын бір. Не болды мына жақта? Кеше жаман қатты отырыс болды ғой. Енді айтпасаңызшы, не болды? Қоншым балдармен барлығымыз жиналдық та. Бұл кісі аранжировкасы, әңгімесі аранжировкасы сондайды жазбаған сияқты ма? Сондай сияқты. Бәсі, мына жақтың кәдімгідей кеше қызық отырыс болған сияқты ғой мына жақта. Нұреке, қызық па? Ерік, танкінің кілті қайда? Танкінің кілті қайда? Танкінің кілті қайда, Ерік? Ұсташма, Ерік, танкінің өзі қайда, Ерік? Әйтіп кеттім. Өзің оятайшы, Ерікті. Оят, бір ұйықтай өрсін. Бот. Ерік, тұршы, Ерік, тұр. Не болды кеше, Дәулет қайда мына жақта? Звонда Дәулетке. Звонда бір хабарласпа. Бот. Мына жақта жүрет, Дәулет. Жігіттер, кеше балконда ұйықтап қалғам ғой. Білмеймін не екен, басым жарысы тоңып қалды. Мә, бүгін той, үйленетін жігіттің түрі. Мынау! Мынандай ғой, магазинге барады, дүкенге. Маған 1 литр шампунь беріңізші десең, мынау 0,5 шампунь беріңізші. Мынау финал, мынау жартылай финал. Жігіттер, неге күліп жатсыңдар? Не болды мен? Мынау түріңді көрген жоқсың ба? Жоқ, көрмедім. Мә, Бетімен безе шығып кетті ғой. жоғары қарасай сәл. Мә, шашым жартысы қайда? Мынаны болашақ жарым көретін болса өлтіреді ғой мен. Өлтіреді сен, әрине. Өлтіреді, аямайды сені. Не істеймін мен? Бірлік, болашақ жарың келді сен. Тығыл. Білдірме. Қалайсыздар, жігіттер? Жақсы. Дәулет көрмендер ма? Жүрген осы жерлерде. Осы соңғы кездері Дәулетке қатты жынымса жүр. Айтыңдар, көрсем шашын жұлам. Тез жұлыптайтын сияқты соны. Мен ештеңе де білмеймін. Сендер достарсыңдар, сендер тауып беріңдер. Тауып береміз, болды, тауып береміз. Жартылас шыға бер болды, жартылас. Шыға бер. Бүгін той, ойландаршы, тойда мұндай тілектер айтылады сияқты ғой. Дәулет, Гүлназ, аман болыңдар, бақытты болыңдар, басымыз бүтін болсын. Жігіттер, мына жерде бір нәрсе болған. Оны анықтау үшін милиция шақырайық. Шақырайық, милицияға мен қазір звондайын. Жігіттер, мен мұндан айта беріңдер. Аға, сіз кімсіз? Аға лейтенант Боромаев бірлік. Мынау қолыңыздағы не? Кеше қырғын отырыс болды. Өзімді әрең тоқтаттым. Аға, сонда не болды кеше? Сен кеше білмейсің бе не болған? Жоқ. Кеше сенің тойыңды жудық. Одан кейін менің жаңа формамды жудық. Содан кейін осы жаққа келіп карт ойнадық. Кім жеңіледі, соның шашының жарысын арып тастаймыз дегенбіз. Аға, сонда кім жеңілді? Соңына дейін тыңдасай сен. Екеуміз бәріміз карт ойнап жатыр. Нұрлан не ғой? Дәулет? Мә, сән көріп қойды. Сендағы түрің не? Шашына не болған сенің? Сен білесің ба бүгін екеуміздің тойымыз екенін? Туысқандары жарты басқа күйеуге тиіп алғансың ба дейді ғой? Айтады. Сенен қатты көңілім қалды. Дәулет, саған мен ренжідім. Мә, жігіттер, болашақ жарым ренжіп қалды маған. Не істеймін мен? Осы күнге ол сонша уақыт дайындалды. Сонша күтті. Ал мен істеген мына түрме қарасаң, мен бүгін той болмайтын сияқты. Дәулет, мен сен үшін бәріне де дайынмын. Бүгін той уайымдама, міндетті түрде болады. Ой!
сонда сен мен үшін шашымды алып тастадың ба? Тұра тұршы. Сюрприз! Әзіл! Мына әзіл жарайды ғой, енді ана не істейміз? Әуез құрамасы Алматы энергетика және байланыс университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Және соңғы үй тапсырмасы ортада